Тамақты үрлеуге бола ма? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видео басталмай тұрып, осы видеоға лайк басып, комментарийіңізді қалдырып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ешкімде өзі ішіп отырған ыдысына дем шығармасын. Тамаққа немесе сусынға, сондай-ақ ыдысқа дем шығару мәкрух болып табылады. Мұндай қылық басқа адамдарға жағымсыз тиеді. Әрі ыдысқа, тамақ не болмаса сусынға аузымыздағы микробтар мен бактериялар түседі. Келесі хадистер тамақты үрлеуден аулақ болудың қажеттілігін көрсетеді. Егер кім су ішіп тұрса, стақанына дем шығармасын. Егер ол тағы да бір жұтым жасағысы келсе, онда стаканды аузынан алыстатып дем шығарып, содан кейін қайтадан ішсін. Хаким Мустадрак Ашриба Ибн Аббастың, оған Алла разы болсын, былай айтқаны келтірілген: Алла елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ешқашан тамақ пен сусынды үрлемеген, және де ешқандай ыдысқа дем шығармаған. Ибн Маджа Сунан. Басқа бір хадисте былай келтірілген: ешкім дәрет сындырғанда оң қолын жыныс мүшелеріне тигізбесін, әрі оң қолымен жумасын. Өзі сусын ішіп тұрған ыдысқа дем шығармасын.